Мен Жақсы солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы деген Карасевка деген ауылда дүниеге келгем. Коммунисі бар ма, алашшылы бар ма, ұлтшылы бар ма, қара танитын, қалам ұстайтын, сөз ұстайтын зиялылардың барлығы дерлік кітап аударуға кіріседі. Оның ішінде негізгі акцент балалар әдебиетіне қойылады. Мағжан Жұмабаев Москваға оқуға келеді. Сөйтіп Москвада үштік пайда болады. Нәзір Төреқұлов, Әлихан Бөкейхан, Мағжан Жұмабаев. ең мықтылар жиналып қалған екен. Бала мысалға 4 жаста 4500-дей сөз білу керек деген сияқты. Ал Түркия мемлекеті мысалға өзінің патриоттық балалардың сезімін ертегі арқылы көтеріп отырғандығын, үлкен ғалымдар бар ертегі зерттейтін бір мемлекетті. Себебі біздің ертегілерді Қазақстанда мысалға ғылыми тұрғыда ертегіні зерттейтін адамдар жоқ. Ертегіні тек қана құрбос қиял деп есептейтін адамдар өте көп қазіргі. Бүгінгі күні Қазақстанның жерлерінде рухани құндылықтарды, яғни біздің ұлттық тәрбиені негізге алып ашылып жатқан орталықтар бар. Тұлғаларымызды тани білуіміз керек. Сонан соң бұл жерде ең үлкен ғалымдарымыздың бірі қазақтан шыққан мың жылда бір туар тұлғалардың бірі Қаныш Сәтбаев. Балаларды мектеп алды даярлыққа дайындайтын тіпті әліппенің өзін алған уақытта ішінде былай айтқанда бізге қажетті тіпті балаға қажетті дүниелерді көзіміз шалмады, өкінішке қарай. Соны кейін еске алып жатырмыз ғой, сөйтсек тек қана кітаптар көшкен екен ғой бір газель. Сосын барып дүниеміз жоқ екен ғой сол кезде. Тек қана 19 ғасырда 1868 жылдан бастап қазақ кітаптарына өте қатты цензура қойылады. Шығыс орталық баспасы деп аталады. Восток издат. Оны күншығыс баспасы деп те аударып жүр. Мәскеуде ғой. Мәскеуде. Ең қызығы оның басшысы болып Нәзір Төреқұлов бекітіледі. Бейсенбай Кенжебаевтың ұстазы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің баласы Әмин Мұхаммед Көпеев, өз педагогикада солай. Кітап оқы деп айтпасаң да, өзің оқымасаң да, кітап баланың көз алдында тұру керек. Ар өтсе де кітапты көреді, бер өтсе де кітапты көреді. Ертең сол мәселе сол әсер етеді. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Оқырман халық YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Біздің осы халқымыз оқыған, білімді болсын деген мақсатымыз бар, ниетіміз бар. Ал сол осы каналымызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, таратыңыздар. Бүгінгі біздің қонағымыз білім және мәдениет институтының директоры, тарихшы, әдебиетші десек те болады, Саят Ыбырай мырза қонақта бізде. Саят мырза, қош келіп жатсыз. Қош көрдік. Біз осыған дейін подкаст түсіргенімізде біздің қонағымыз Жанат Тұрарбек қызы деген профессор, КБТУ-дың мұғалімі болған. Сол кісі біздің келесі қонағымызға бір сый ретінде өзінің кітабын берген. Тірі білім теориясы, концептуалдық тұжырым деген. Бұл Ахмет Байтұрсыновтың тірі білім дегені бар, соған негіздеп жаңағы монографиялық еңбегі, соны сыйға тартуға рұқсат етіңіз. Керемет. Рахмет. Көп. Жалпы енді мен сіздердің подкастыңызды көрдім, алдында бір менің кітапханам дегенде Сара сөздегі қатысқан подкасттарыңызды көрдім. Сонда бір ой келіп отыр, осы рухани құндылықтарды оқытатын орталықтар туралы азымыз ақпарат беріп кетсе халыққа. Жалпы рухани құндылықтарды оқытатын орталықтар бүгінгі таңда Қазақстанның түкпір-түкпірінде ашылып жатқаны біріншіден қуантарлық жағдай. Осы уақытқа дейін негізгі акцент білім, жаңағындай белгілікті бір мектептерге түсу, белгілікті бір университеттерге түсуге дайындайтын орталықтар өте көп дамып кеткендігі баршамызға белгілі. Бірақ осылардың ішінде бүгінгі күні Қазақстанның жерлерінде рухани құндылықтарды, яғни біздің ұлттық тәрбиені негізге алып ашылып жатқан орталықтар бар. Құдайға шүкір. Оның айтар болсақ, Астанада Алқа білім академиясы,
мына Қызылордада Шамшырақ деген оқу орталығы бар, Ақтауда Құтты білік деген сияқты, Семейде Асық деген сияқты оқу орталықтары, Тараз қаласында бар. Осындай қалаларда, Орал қаласында Зерек деген үлкен оқу орталығы бар, оқытылып жатқан, балаларды оқытып жатқан, осы қазақи тәрбиені оқытып жатқан, ұлттық тәрбиені негізге алып отырған орталықтар бүгінгі таңда жеткілікті. Бұл бүгінгі күндегі сұранысқа ие бола бастаған бір бағыт деп те айтсақ болады. Мына 21 ғасыр бұл өте бір ғалымдардың айтқанын қарағанда қуыс кеуде ғасыры деп те айтылып жүргендігі белгілі. Қазір жиі айтылып жатыр бұл мәселе. Оның мысалын біз күнделікті көріп отырмыз. Әлеуметтік желілер болсын, жаңалықтар болсын, тәрбие мәселесі бүгінгі күні өзекті тақырыптардың біріне айналды. Кемшін тәрбие. Өте бір кемшіл тұстары өте көп екендігі, біз бір жерден қате кеткендігіміздің, тәрбие мәселесі әр жерде өте енді жан түршігерлікте жаңалықтар шығып жатқан байқап отырмыз. Бұл неден шығып отыр деген мәселеге келген уақытта бір тіреліп отырғанымыз бұл тәрбие мәселесі. Сондықтан да бүгінгі күні бұл тәрбие мәселесін қолға алып жатқан орталықтар бар. Мақсаты осы қуыс кеуде дертінен айықтыру, балаларымызға дұрыс тәрбие беру, дұрыс бағыт бағдар беру, ертең үлкен қазақтың тұлғалары болып шығуға септігін тигізетін бір орталықтар болар деген сеніммен ашылып жатқан орталықтар Қазақстанда жеткілікті бүгінгі таңда. Жалпы бұл орталықтарда бір әдістемелік бағытпен оқытасыздар ма? Қалай? Мысалы, сол тәрбиелік мәні бар құндылықтарды қалай сіңіресіздер? Ол жерде мәселе бұл бір жаңалық ойлап тап жатқан бір жерде ештеңе жоқ, шындап келгенде. Бұл қазақтың байырғы өзінің әдіс тәсілдері, ғылыми тілде бұл этнопедагогика деп айтамыз, түрлі терминдермен айтуға болады, бірақ айналып келгенде қазақтың сан ғасырлар бойы қалыптасқан болмысын, түсінігін сол жерлерде ертегі, аңыз әңгімелер, абай шәкәрім арқылы баланың бойына құю. Ода бір жерде бір үлкен жаңалық жоқ деп те айтсақ болады. Тек балаға өзіміздің ұмытыла бастаған, тіпті ертегі деген тақырыптың өзін айтсақ, бөлек бір подкаст арнауға болады. Себебі біздің ертегілерді Қазақстанда, мысалға, ғылыми тұрғыда ертегіні зерттейтін адамдар жоқ. Ертегіні тек қана құрбос қиял деп есептейтін адамдар өте көп қазіргі уақытта. Ал ол ертегінің түбінде қаншама философия жатыр, қаншама тәрбие жатыр. Баланың қиялын өсіру арқылы қазақ халқы былай айтқанда әлемнің шар тарапына оймен жүгіріп, елестетіп, өзін бір шектеу қоймайтындай тұлғалық дамуына әсер ететін үлкен бір методика бұл ертегі терапия мысалға. Ал біз бүгінгі күні сол ертегілердің өзін оқыту да, айту да, жеткізу де бәрі кенжелеп қалды. Мысалға, Кеңес одағының уақытында Ермағамбет Смайылов деген үлкен академик, филология ғылымдарының докторы, профессор атамыз өтті. Сол кісі қазақтың 4 томдық ертегісін жинады. 52 жылдары 25 жылға Бекмахановтармен бірге сотталып кетеді ол кісілердің барлығы, қазақ зиялылары. Ал ол кісінің айыбы не? Айыбы қазақтың ертегісін жинап шыққан 4 томдық айналып келгенде. Бірақ сол ертегілер, сол кездегі жиналған ертегілер, 4 томдық сол ертегілер қайтып әлі күнге дейін басылған жоқ мысалға. Ал Түркия мемлекеті мысалға өзінің патриоттық балалардың сезімін ертегі арқылы көтеріп отырғандығын, үлкен ғалымдар бар ертегі зерттейтін бір мемлекетте. Бір ғалым емес, оларда өте көп осы ертегімен ғана айналысатын ғалымдар бар.
Ал бізде қазір бір ғалымды мына ғалым міне ертегімен ғана айналысатын үлкен ғалым деп ешкімді атай алмаймыз. Біздер ана жалпы ертегіні бір жеңіл бірдеңе бір Иә. әңгіме сияқты қарап жүрік қой. Жалпы Әрине. қарасақ ар жағында Ар жағында терең үлкен, мағына жатыр дейсіз ғой. Әрине, оның бір осы бірақ мысалға. Ол ондай мысалдар қаншама. Біздің өзіміздің жаңылтпаштар. Қазір жаңылтпаштарды мектеп программаларына өте аз кіргізілген. Бірақ ол жаңылтпаштардың түбінде қаншама баланың сөйлеуіне, тыныс алуына, дұрыс әріптерді дұрыс шығаруына үлкен септігін тигізетін бұл қазақтың жаңылтпаштары. Мысалға, мына не бар, сөйлегенде тұтығып сөйлейтін не бар ғой, балалар тұтық баласы бар ғой, соның бірден бір көмекші құрал кетіретін бұл жаңылтпаш. Себебі жаңылтпаш тыныс алуды дұрыс қалыпқа келтіреді. Бір тыныс алғаннан кейін сол тыныспен мысалға бір шумақ жаңылтпаш өлеңді айту, мысалға ол үлкен жаттығулар. Мына бүкіл осыны балабақшаларға енгізсе, осы методика, әрине, әдістемені қалай жақсы болар еді адамдарға? Әрине. Сол дүниелердің барлығы осы орталықтарда оқытылады. Түсінікті. Үйретіледі. Жалпы бана бір жаңалығымыз бар дедіңіз. Сол бір жақсы жаңалығым бар деп біз осы 1,5 жыл бұрын қолға әліппе түсіп, біраз кішкене өзіміздің оқыған әліппеміз бар, қазіргі әліппе бар деген сияқты салыстырмалы түрде қараған уақытта шындап келгенде мынау оқу орталықтарында оқып жатқан мектеп алды даярлық балалар бар. Солардың оқып жатқан құралдарына көз салған уақытта біраз қарнымыз ашты. Енді бұл орталықтарымыз негізінен рухани құндылықтарды оқытатын орталықтар ғой. Яғни біздің сол оқулықтарда да сол рухани құндылықтар болу керек деген шартымыз бар. Бірақ бізге қолға түсіп балаларды мектеп алды даярлыққа дайындайтын тіпті әліппенің өзін алған уақытта ішінде былай айтқанда бізге қажетті, тіпті балаға қажетті дүниелерді көзіміз шалмады, өкінішке қарай. Әліппеде. Яғни жаңылтпаштар, жұмбақтар, тақпақтар мысалға. Тіпті тарихи тұлғалардың бейнесі де мысалға неге әліппеде Абайдың суреті болмасқа, неге Қаныштың суреті болмасқа. Сонан соң бұрынғы кеңес үкіметінен қалған азбуканың е әрпі келсе, якірдің суреті тұрады, е әрпіне келсе жаңағы ағаштың суреті тұрады деген сияқты. Осылардың суреттері барлығы былай айтқанда букварь ма? Букварь деген тұрушы еді ғой сол бала кезімізде. Соның бір көшірмесі елестетті. Енді оның да бір өзінің бір несі бар шығар деп ойлаймын, заңдылығы тексерген уақытта. Бірақ айналып келгенде бұл оқып жатқан мектеп алды даярлықтардың құралдарының ішінде бізге қажетті дүниені таппадық. Сөйтіп таппағаннан кейін өзіміз соған кірістік. Сөйтіп қолға алдық. 1,5 жыл бойы осы бағытта жұмыс жасадық. Енді бұл жерде айта кету керек, бір кітап жазу, оқулық жазу, оқу көмекші құрал жазу, бұл қаржыны да, уақытты да талап ететін дүние. Яғни ондай қаржымыз жоқ, авторларға төлеп біздің ойымызды жазып бер деген сияқты. Сөйтіп кім тегін жазады, осы ұлт үшін, ұрпақ үшін тегін жазатын адам бар ма деп бірінші ұран салдық. Сөйтіп іздеген уақытта Шымкент қаласынан Айгерім Әбдіқадырқызы деген әріптесіміз байланысқа шығып, осы шаруаны сенсеңіздер, мен мойныма жауапкершілікті мойныма алайын,
осы дүниені жазып шығарайын. Шымкент қаласында өзімнің оқу орталығым бар. Балаларға осы дүниелерді оқытып жатырмын. Бірақ шындап келген уақытта шындығында да біз көп затты өзіміз андан ізденіп, мынан іздеп құрап, сөйтіп оқытып жатқан жайымыз бар. Осының барлығын бір жерге жинақтасақ, бір оқулықта тұрса, бұның бәрі ол тек қана бізге ғана емес, бүкіл былай айтқанда қазақ еліне пайдасы тиер бір оқулық болар деген ниетпен жауапкершілікті алып бастап кетті. Оны қостаған Арман Қинаятұлы деген дизайнер жігіт. Сөйтіп осы дүниені бастап оқулық көмекші құрал ғой, енді көмекші құралмен оның қасына көркем жазу дәптерін қатар шығарды. Бастан аяқ негізінен бұл біздің рухани құндылықтарға негізделген көмекші құрал оқулық деп айтсақ болады. Бұл жерде қазіргі уақытта түрлі методикалардың көбі педагогикада қазір нейрожаттығуларға негізделген. Ол не? Мына мидың екі жақ шарын қатар жұмыс жасауға арналған деген сияқты дүниелерге арналған болса, ал біздің оқулықтар негізінен ұлттық тәрбиеге негізделген. Мына оқулықтар ғой айтып мына оқулықтар осы міне дәптері, мынау өзінің оқулығы. Бұл енді бұл жерден ерекшелігі біріншіден біздің тарихи тұлғалар әліппенің былай айтқанда аталары Ахмет Байтұрсынов, Ыбырай Алтынсариннің бейнелерінің келтіріп жасалуы. Жалпы біздің мемлекеттік стандарттың өзін ашып қарасаңыз, әліппенің жазудың стандарт болады әрбір оқулықтың. Сол жердің өзінде бірінші сөйлем Ахмет Байтұрсыновтың ізімен жазылу керек әліппелер деген мемлекеттік стандартта белгіленген. Сондықтан біз де осы Ахмет Байтұрсыновтың ізімен әліппені бастап, ең бірінші Ахмет Байтұрсыновтың өзінің әліппесі мына өлең жолдарынан басталады. Балалар, бұл жол басы даналыққа келіңдер, түсіп байқап қаралықта, бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па, даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалықта деген Ахмет Байтұрсынов атамыз өзінің әліппесінде осылай бастаған. Сол себептен біз де осы өлең жолдарымен бастап жаздық. Келесі бетте Ыбырай Алтынсариннің балаларға батасын беріп тұрған бейнесі тұр. Бұл бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық деп бастаған сөздері. Бұл жерде енді мемлекеттік рәміздеріміз, біздің киелі жерлеріміз суреттелген. Бірінші беттерінде Ахмет Байтұрсынов атамыздың бейнесі, себебі балалар бұл бейнелерді білу керек, жаттай беру керек, көздеріне бұл сіңе білу керек деген сияқты. Тұлғаларымызды тани беру керек. Тұлғаларымызды тани білуіміз керек. Сонан соң бұл жерде ең үлкен ғалымдарымыздың бірі қазақтан шыққан бұл 1000 жылда бір туар тұлғалардың бірі Қаныш Сәтбаев мысалы. Осы Қаныш Сәтбаевтың, бұл Қаныш Сәтбаев өзі 12 жасында мектепке барған ғой. Ал 12 жасқа дейін ол қандай мектептен өтті? Бұл әке мектебінен өтті, ата мектебінен өтті. Ал ол мектептердің, әке мектебінің өзі негізінен 7 принциптен тұрған. Сол Қаныштың негізінде Қаныштай тұлға болу үшін әке мектебі қандай болу керектігі, қандай принциптерге негізделгендігін онда жерге жазып қойдық. Бұл әліппен балалар емес әкелер де оқу керек. Бұны ата-анамен бірге оқылады, себебі бала біріншіден әріп танымайды. Себебі бұл жерде ертегілер бар. Ертегілерді бұл міндетті түрде мұғаліммен, ата-анамен оқып, себебі ертегілерді бұл жерде тапсырмалар бар. Тыңдалым, тыңдаңыз, ертегіні тыңда, балаға айтады. Ал енді ол тыңдау үшін бір оқу керек, сондықтан бұл ата-ана мен баланың арасында да байланыс жасайтын оқу құралы. Аңдарымыз да біздің далада жүретін аңдар. Аңдарымыз Қазақстандағы аңдар. Бұл да мемлекеттік стандартқа кіргізілген, осындай аңдарды білу керек деген. Екіншіден, бір өкінішті, бұл біздің жылқының пірі,
қамбар ата дейміз, түйенің пірі ойсыл қара, қойдікі шопан ата, сиырдікі жаңа зеңгі баба деп өзіміздің сан ғасырлар бойы келе жатқан түсінігіміз бар. Әр төрт түліктің өзінің пірі бар деген. Бірақ өкінішке қарай бүгінгі күні бұл түсініктер түсіп қалған оқулықтардан. Бұл жалпы бұл қамбар ата болсын, зеңгі баба болсын, шопан ата болсын, бұл тарихи тұлғалар, өмірде болған тұлғалар. Бірақ қазақтың мифтік санасы дамығаннан кейін бұл тұлғалар, тарихи тұлғалар мифтік тұлғаға өтіп кетті. Ал бүгінгі күні Қызыр ата дегендей. Бүгінгі күні өкінішке қарай тіпті сол мифтік санадағы тұлғалардың өзін өшіріп тастап жатырмыз. Сондықтан сол нәрселер өшпеу үшін осы дүниені біз осы әліппеге кіргіздік. Және де әр малды қалай шақыру керек? Мысалға, түйені көз, пышайт деп. Оны да ұмытып қойды. Оны да ұмыта бастадық. Оны да кіргізіп қойдық. Екіншісі, кішкентай балаларға арналған тақпақтармен, мысалға, тауық, үйрекке байланысты тақпақтарды бердік. Мысалы, жаттауға. Мысалы, біз бала кезімізде жаңа нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса басын, сол бәрі бірінші сыныпта жатталған дүниелер ғой. Ол әлі күнге дейін біздің санамызда сайрап жатыр. Яғни балалардың ойына ертеректе біз осының бәрін енгізсек, бұл балаға өмір бақи азық болып қалады. Тәрбие, Тәрбие. Мысалға, А әрпі. Ата. Бірақ біз ата деген сөзді бердік, және де Абайдың суретін бердік. Яғни Абай ата. Ата десе де жарады, Абай десе де жарасады. Ол Абайдың суретін көріп қалғанмен баланың миы бір шаршап, миына сыймай қалады деген әңгіме жоқ. Мысалға, біздің жақсы идея екен. Жас ерекшеліктерге қартай, мысалға, сыныптарға бөлеміз ғой. Мысалға, 6 сыныпта бала 6 жаста 1 сыныпқа бару керек, 7 жаста 2 сыныпқа бару керек деген сияқты. Ол жас ерекшеліктері неге қарап бөлінеді? Неге бала 6 жаста 1 сыныпқа бару керек? Немесе 7 жаста 1 сыныпқа? Ол сөз қорына байланысты. Бала мысалға 4 жаста 4500-дей сөз білу керек деген сияқты. 6 жаста 4500-дей сөз? Мысалға, сондай сөз қорына байланысты жас ерекшеліктерге бөлініп отырады. Ал бүгінгі күні біз балаға сөз үйретуге қорқамыз. Бала түгіл өзіміз білмейді сияқпыз 4500-ді қазіргі күнде қазақша. Сондай сөз үйретуге қорқамыз. Ойбай, бала шаршап қалады, оған үлкен жаңағы нагрузка болады, ол жаңа психологически травма алып қалады, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады деп. Ал біздің қазақ халқында 13 жаста бала би атанады, 12 жаста билік айтып отырады. Төле бидің билікке Төле би 15 жасынан барып жаңағындай араласқан, мысалға. Сол кезде айтатын сөз бар емес па? 13-те отау иесі демес пе, кінәлім бе, келіп қалсам 15-ке деп жаңа дауға кіреді 15 жасында. Ал олардың бұндай бала би атануына, бұлай дауға кіруіне не себеп? Сөздік қорының молдылығы, сөз тай білуі, сөздің парқын түсіне білуінде жатыр. Яғни ол ондай дүние біздің практикамызда бар ғой. Бізде 13 жаста бала би атанған адамдар өте көп қой қазақ халқында. Абайлардың 12-13 жасында жаңағындай Құнанбай медреседен алды бап қасына билік айтып жүрген жерінде қасына тастамай Абайды алып жүреді ғой 13 жастарында. Ал ол дүниелер мысалға сондай деңгейге жеткізгенде нәтижесінде не? Баланың сөздік қорының көптігі, сөздің парқын түсіну, тереңдігін түсіну, яғни сол арқылы ойдың тереңдігіне түсіну. Даналық деген үлкен бір концепция бар. Сол даналықты сіңіру. Бүгінгі біздің айырылып қалған, білім жүйесіндегі айырылып қалған мәселелердің бірі бұл осы даналық концепциясынан біз айырылып қалдық. Енді оның да тарихы өте ұзақ. Енді осындай әріптердің әрбір әріпке біз бір рухани құндылық
беруге тырыстык. Ыбырай Алтынсариннің несі, Ахмет Байтұрсыновтың, өзіміздің жазушылардың, мысалы жазушы дейміз, бірақ Мұхтар Әуезовтің суретін қойып қойдық. Оған Мұхтар Әуезов деп түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Тек бейнесін ғана көрсін. Иә. Яғни әріптер ол ғана жай әріптерді қарамайды, біздің тұлғаларымызды танып оны да өтеді. танып отырады, мысалға. Иә. Сіңіреді миына. Сіңіріп отырады. Дұрыс. Мысалға Д деген әріпте домбыра. Иә. Бірақ домбыраны ұстап отырған адам Құрманғазы шығар, енді кім еді бізде? Дина ма? Дина. Дина апайымыз. Дина апамыз домбыра ұстап отырады. Я деген әріп бар. Осы уақытқа дейін яны біз якірдің суретін сақ қоятынбыз, енді басқа яхтаның суретін сақ қоятынбыз. Ал осы мысалға кітапта біз яға Яхия емес па? жоқ. Яссауи. Мынау деген. Яссауидің бейнесі тұр. Сол жерге мысалға құрманың хикаясын Салып қойдық. Яссауидің бала кездегі 5 жасындағы Арыстан бабпен кездесу оқиғасы. Неге бала оны білмеске? 6-7 жасында құрманы. Қазір аттон алып қашады, бір діни деп, ал жалпы жақсы құтты болсын. Анау отыр, мына дизайнды дедім ғой, ішіндегі мағлұматы да мәнді мағыналы екен. Жалпы бана сіз айтып жатсыз ғой, осы жерде даналық концепциясы деп, тұлғалар туралы. Жалпы қарасақ, біздің осы уақытқа тұлғаларымыз бір жанкешті, күрескер, әрқайсысы білімпаз шетінен мықты былай алып. Сол қалай болды солай? Мысалы, бана айтып отырсыз ғой, бала би атанып отыр 13 жасында. Қалай солар сондай болды? Біз енді бүгінде ондай емеспіз, жалпы. Бұл да білім жүйесіне байланысты болды. Бұл үлкен дамыған, жүйеленген білім жүйесі қазақ топырағында болды. Бұның басы сонау 11 ғасырлардан бастасақ та болады. Енді ол 11 ғасырға дейін әрине дамып жатты. Бірақ 11 ғасырдан бастап қазақ топырағында бұның бір үлкен бір концепциясы қалыптасты. Бұл Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи бастайды. Үлкен білім жүйесін құрады. Сөйтіп сан ғасырлық сүзгіден өте келе бұл орта ғасырлық медреселерде, енді қазіргі былай айтқанда жайлы мектеп, жаңағы бином, ниш деген сияқты мектептер жоқ қой енді ол кезде. Ол кездің бүкіл мектебі орта ғасырдағы медресе. Сол медреселерде үлкен бір білім жүйесі құрылады. Бұл білім жүйесі 3 блокқа бөлінеді. Оны біз қазір модуль деп айтамыз. Қазірдің өзінде модуль деп біз, мысалға мен университетте сабақ берем. Мысалы, оқу бағдарламалары модульға бөлінеді. Соның пәленбай модульда пәленбай мысалға пәндер оқытылады. Сол секілді медреседе негізгі білім жүйесі 3 модульға бөлінетін. Оның бірі тіл үйренеді. Араб, парсы, шағатай тілдерін оқытады. Түрік тіл, мысалы, шағатай тіл дегеніміз көне түркі тілі деп айтылады. Бірақ қазіргі уақытта ғалымдар көбінесе оны көне қазақ тілі деп айтамыз. Сол тілде жазылған емес біздің көп. Көп дүниеміз шағатай тілінде жазылған. Осы уақытқа дейін 19 ғасырға дейін шағатай тілінде жазып келдік. Осы блокта оқытылады араб, парсы. Мысалға біздің алаш зиялыларының қай-қайсының өмірін ашсаңыз, араб, парсы тілін білген деп тұрады. Иә. Анда кімде жатқа айтқан деп, Қаныш Сәтбаевтың өзі. Иә, ол солардың барлығында парсы тілін, араб тілін біледі. Ол қайдан келген парсы тілі, араб тілі қазақтың жерінде мысалға? Я бір араб жоқ, я бір парсы жоқ. Келген ол. Ол сол сан ғасырлық медреселерде қалыптасқан жүйенің нәтижесі. Араб, парсы тілдерін білу. Екінші модуль блогы бұл шариғат. Кәдімде Құран, хадис, діни білім айтқанда таза. Ал үшіншісі бұл даналық. Хикма деп аталады. Хикмет, даналық. Хикамия деп аталған. Сол блок. Джуани Хикмет.
диуани хикметтегі хикмет деген даналық деген сөз ғой. Сол үшінші модулі бұл даналық болған. Ал енді ол жерде даналықта бұл кәдімгідей модуль болғаннан кейін оның өзінің пәндері болу керек, өзінің оқулықтары болу керек, ол жердің өзінің авторлары болу керек, ол блокты толтырып тұратын ғалымдары болу керек қой. Ал олар кімдер, сол блокта не оқытылды деген сұрақ туындау керек, туындайтыны заңдылық. Ол жерде біздің қиссаларды оқытқан, даналықты үйрететін бұл кәдімгідей қисса жыр дастандар болған. Ол Ләйлі Мәжнүн, Сал-сал, Зарқұм, Сейіт Баттал сияқты, Жүсіп Зұлиқа. Оқытады дегенде соларды кәдімгідей жаттатады, түсіндіреді. Кәдімгідей түсіндіреді, оқытады. Соларды жаңағындай оқулық ретінде пайдаланады. Сол қиссалардың барлығын. 19 ғасырда 1868 жылдан бастап қазақ кітаптарына өте қатты цензура қойылады. Бүкіл қазақ кітаптарына цензура қойылады. Яғни цензорлар болады. Олар қазақ кітаптарын баспадан шығару үшін рұқсат мөр басып тұратын кәдімгідей ұйым болған. Управление по делам печати деп аталған. Патша заманында. Патша заманында 19 ғасырда. Сол кездегі цензурадан өтпей, цензураның құртқан кітаптардың ең алғашқылары қай кітаптар десеңіз, осы даналық блогында оқытылатын кітаптар. Сонда олар сол кітаптарды әдейі оқытпай тұр ғой. Сонда олар оның үлкен мағынасы бар екенін, одан әсер ететінін біліп тұр ғой. қазақтың рухына әсер ететіндігін, одан нәр алып отырған ол патшалық Ресей өте жақсы білді. Себебі аударма жасап алған болып тұр ма екен? Оның барлығы үлкен аудармалар жасалды. Түрлі жолдармен қазақ жеріне келетін болды бұл кітаптар. Қажылықтан келе жатқан Түркиядан ала келеді, Ираннан келеді, Шығыстан келеді, Үндістаннан келеді. Осылардың барлығын қазақтың ғалымдары, ғұламалары былай айтқанда сүзгіден өткізіп, қазаққа осы жарайды деп сүзгіден өткізген оқулықтар біздің жерге кең таралып отырды. Мысалға Шахнаманың өзін 66 000 жол болса, оның тек қана бір Тұрмағамбеттер 25 000-ға жуығын ба ғана аударды. Себебі қалғаны қайда десек? Тұрмағамбет Ислеуов. Тұрмағамбет Ислеуовтер, Дамулла Тұрмағамбеттер. Себебі қалғаны біздің қазақтың түсінігіне келмейтін жерлері бар. Олардың бәрін сүзгіден өткізіп, былай айтқанда біздің немізге келетіндей ғана. Бізге де кезінде келіп жатқан дінде сондай сүзгіден өткізген адам болғанда, мына ваххабизм, салафизм идеясы кірмес пе еді? Мүмкін, Бұл енді үлкен бір Кеңес одағының уақытындағы 70 жылдық вакуумның әсері ғой оның барлығы. Біздерде мына 20 ғасырдың басында, 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың басында бұл кітаптарды оқытпай бір соққы береді. 20 ғасырдың басы мен ортасына дейін алфавитті қайта-қайта өзгертіп, ауыстырып, латиница деді, кирилл әрпі. Біз хатым жазуы, араб графикасында хатым жазуынан біз төте жазуға өттік, бірақ енді оны оқи беретін. Төте жазудан біз латынға өттік та, латыннан кириллға өткен уақытта біз мына 11 ғасырдан бастап, ең кем дегенде 11 ғасыр мен 20 ғасырдың 1913 жылға дейін жазылып келген дүниені оқи алмай қалдық қой. Біз қазір қазақ газеті Ахмет Байтұрсыновтар не жазған оқи алмайды. Тамырдан үзді. Ғалымдарымыз бар, мысалға. Бағана айтып отқан білім жүйесі, сіздің айтқан, сол даналық, сол бәрін білім жүйесі, концептуал білім жүйесін әдейі тоқтатты, үзді. Бұның үлкен бір соққы бергені бұл жаддизм болды. Усулю жадид деген үлкен Татарстанда Гаспринскийдің үлкен бір реформасын жасады, бір былай айтқанда бағыт деп айтсақ болады, үлкен бір бағыт жаддистік бағыт болды. Сол кісілер келгенде енді ниеті дұрыс болған шығар Каспралы бейдің.
Бұл кісі бүкіл медреселерге реформа жасау керек дегенді ұран көтерді. Яғни бүкіл медреселер Европаның деңгейіндегі Санкт-Петербургтың университеттерінің деңгейінде болу керек деген ұран болды. Әрине оның нәтижесі де өте жақсы болды. Әлгі указной молдаларды әкелетін кездері ма? Бұл кәдімгі медреселер былай айтқанда үлкен ғылым ордалары болған. Ғалия медресесі, Мағжан оқыды, Алаш зиялылары оқыды Ғалия медресесінде, Хусайния медресесі бар, Құдайберген Жұбановтардың шығатын оқыған медреселер. Қазақ жерінде кең таралған екен ғой. Алаш зиялыларының көбі осы жаддизмнің мектептерінде білім алды. Бірақ ол деген сөз, олардың бәрі жадид деген сөз емес әрине. Ол жерден білім алды, енді ол да бір үлкен тақырып, тарихи. Бірақ бұл жаддизмнің негізінде реформа жасаған уақытта жаңағындай үшінші блок түсіп қалады. Даналық блок түсіп қалады. Себебі оқу бағдарламасына сыймайды ол. Себебі оның ішіне математика оқытылу керек, орыс тілі оқытылу керек, астрономия оқытылу керек, медицина оқытылу керек. Ол бәрі сағат қой, былай айтқанда, қазіргі тілмен айтқанда. Оның өзінің аптасында осыншама сағат қана оқи алады деген, айына осынша сағат, жылына осыншама сағат оқытылады деген стандартқа келген уақытта жаңағындай тілдерді алып тастай алмаймыз. Медресе болғаннан кейін жаңағындай діни пәндерді және алып тастай алмайды. Медресе ғой енді қанша дейін. Ал енді үшінші блокқа қараса не тұр? Ертегілер тұр, қиссалар тұр, жырлар тұр. Одан да осыны алып тастайды да орнына мыналарды кіргізейік деп. Модерн медресе жасаймыз деген ғой. Модерн медресе жасап шықты. Негізінде ол жасалды. Ол жүзеге асты. Сол кезде бана даналықтар түсіп қалды. Бірақ осы дүниелер түсіп қалды. Әлі күнге дейін содан бері бұл қайтып оралған дүние емес. Бүгінгі күнде де әлі де бір жаңғырығы несі бар ғой, естіліп жатыр. Бірақ солар ауыз әдебиетімен қалыптасып келді ма? Сонда бізден қалай қалмады сол бәрібір сол даналықтар? Бұл жерде үлкен тағы да мәселе бар. Бұл жаңағы цензура деп айттым ғой. Цензураның кезінде бұл кітаптардың барлығын жояды ғой. Жоймаққа ниет етеді. Бірақ та түгелмен жоя алмайды. Бұл қазақ халқы кітаптарды әлі күнге дейін сандығында сақтайды. Мысалы, менде бір ескі кітаптардың бір сандық кітабым тұр деген сияқты. Сөйтіп, ана үйді, мына үйді, ана ауылда, мына ауылда кәдімгідей сақтайтын кітап, көз ашық, көкірегі ояу жандар сол кітаптарды сақтайды. Сөйтіп таратады. Мысалға, кімнің Зейін Шашкин деген жазушымыз бар. Сол кісінің балалығы туралы жазылған еңбектерде мынандай бір қызық мәлімет бар. Әкесінің үлкен беделді, сауатты адам еді әкесі. Жүсіпбек, қателеспесем Жүсіпбек. Сол үйге дейді, күнде кешке бүкіл ауыл жиналатын дейді. Сөйтіп, әкесі, Зейіннің әкесі, күнде кешке ауыл адамдарына қисса жырлар оқитын дейді. Оның ішінде жаңағы қиссалардың барлығы бар. Оның ішінде батырлық жырлары бар. Оның ішінде ғашықтық жырлары бар. Оның ішінде қиссалары бар. Діни дастан жырлар, рухани адамгершілік жырлар бәрін бір сандық кітабы бар еді дейді. Соны күнде халық жиналады үйіне, кешкі астан малдан кейін телевизордың орнында жаңа Жүсіпбек. Алдында Зейін отырады дейді. Зейін отырады, 5 жасында әкесін тыңдай беріп, алдында отыра беріп, ана жазуға қарай беріп, былай айтқанда өзінен өзі оқып кеткен Зейін 5 жасында. Әкесі ел басқарған, жаңағындай ат үстінде жүрген адам болғаннан кейін, кейде жол жүріп кетіп қалған уақытта ауылдың адамдар бәрібір сол үйге келеді. Не себептіден? Себебі Зейін оқи алады. Сөйтіп Зейін сандықтан жаңағы жыр дастан алып, сосын қиссашы бала атанады. Ана Қаныш Сәтбаевтың да үйінде сол бәрі жиналып алып кешке оқиды. Сондай әр ауылда сондай тәрбиелер бүкіл жерде болған. Сөйтіп
осы дүниелер сақталып қалып бүгінгі одан қала берді 20 ғасырдың басында 1923 жылы Сталиннің рұқсатымен аз ұлттардың өз тілінде әдебиеттер басылып шықсын деген бұйрығы болады. Сол кезде ма? Иә, 1923 жылы. Ондай жақсылығын естімеппін. Иә, өз тілдерінде басып шықсын деп рұқсат береді. Үлкен баспа ашады. Оның аты Шығыс баспасы, Шығыс орталық баспасы деп аталады. Восток издат. Оны Күншығыс баспасы деп те аударып жүр. Мәскеуде ғой. Мәскеуде. Ең қызығы оның басшысы болып Нәзір Төреқұлов бекітіледі. Біздің Қазақтан шыққан тұңғыш дипломат. Сауд Арабиясында болады. Сауд Арабиясында дипломат болады. Кейін оны Сталин атып тастайды. Соны атардың уақытында Сауд Арабиясы хат жазады. Нәзірді бізге қайтарып бер, атпа деп. Жанжал болады. Оны бәрібір атып тастайды. Содан Сауд Арабиясы кәдімгідей кеңес үкіметімен байланыс үзген. Нәзір Төреқұлов сондай үлкен ғұлама, біздің латын графикасының авторларының бірі сол кездегі Нәзір Төреқұлов. Сол кісі басшы болады. Ал 22 жылы сол Москваға Сталин Әлихан Бөкейхановты алдыртқан. Содан кейін Әлихан Бөкейханов атылғанша дейін сол 22 жылдан бастап Москвада тұрған. Шығармаған. Сол Кремльге қарама-қарсы бір бөлмелі квартирасы болған, сол бөлмеде атылғанша дейін өмір сүрді Әлихан Бөкейханов, Алаштың көсемі. Бірақ сол 23 жылы Әлихан да Москвада. Ол үй қамақта емес, ол Москвада жүріп, ерікті болған, жұмыс істеуге құқысы болған. Сөйтіп Нәзір Төреқұлов Әлихан Бөкейхановты жұмысқа алады сол баспаға. 23 жылы Москваға оқуға Мағжан Жұмабаев келеді. Көркем институтқа, көркем өнер институтына. Брюсовтың жетекшілігі, академик Брюсов деген болған, сол кісінің жетекшілігімен Мағжан Жұмабаев Москваға оқуға келеді. Сөйтіп Москвада үштік пайда болады. Нәзір Төреқұлов, Әлихан Бөкейханов, Мағжан Жұмабаев. Мықтылар жиналып қалған екен. 1918 жылы, сәл артқа шегінсек, революция болды. Ақпан қазан революциялары бәрі өтті. Билікке кеңестер толық болмаса да, бірақ билікті қолға алды. Ол уақытта әлі Алаш үкіметі Мәскеуге бағынбайтын, өзі бөлек автономия боламын деп тұрған кезде, былай айтқанда азаматтық соғыс аласапыран болып жатқан кезде Максим Горький Москваға келіп, Луначарский мен халық ағарту министрімен кездесіп, келісіп, үлкен қаржы бөлдіріп, әлем әдебиеті деген баспа ашады. Сол жерде, Москвада, 18 жыл. Аласапыран кезінде. Үлкен қаржы бөлінген. Сөйтіп, билік бәрі кеңес уақытында Максим Горькийдің ақ деген алғыс, қара деген қарғыс кезеңі, сөйтіп бүкіл академиктарды, Лев Гумилевтің әкесі Николай Гумилев, жаңағы Брюсов бар, Блок бар, солардың бәрін әлем әдебиет баспасынан жинап қойып, әлемнің мен деген классикасын бәрін Москваға жинатып, аудара бастайды. Көркем аударма студиясын ашады Максим Горький сол жерде. Сөйтіп үлкен кітапхана жасайды бүкіл әлемнен. Оны негізгі бөлім, халықтық бөлім, жаңа бөлімдерге бөледі, оның жоспарын жасайды. Пәленбай баспа табақ шығаруымыз керек деген бәрін жинайды әлемнің. Бүкіл Европа, Джек, Лондон бәрі, кім шығып жатыр, қайдан нелер бәрін жинайды сол Москваға Максим Горький. 20-20 жылдардан бастап ол баспа жабыла бастайды. Былай айтқанда әлсіреп, былай күнін көріп жатқан уақытта 23 жылы Мағжан Жұмабаев Брюсовтың жетекшісімен келеді, ал Брюсов жаңа кітапханаға тікелей жауапты беделді академиктердің бірі. Сөйтіп Мағжан Жұмабаев жаңа әлем әдебиеті жиналған кітапхананы Әлихан мен Нәзірге келеді. Әлихан бүкіл қазақ зиялыларына ұран тастайды. Кітап аударамыз бәріміз деп. Сөйтіп
қазақтың барлық зиялылары десек болады. Құдай қарасқан екен сол кезде. Иә. Коммунисі бар ма, алашшылы бар ма, ұлтшылы бар ма, қара танитын, қалам ұстайтын, сөз ұстайтын зиялылардың барлығы дерлік кітап аударуға кіріседі. Оның ішінде негізгі акцент балалар әдебиетіне қойылады. Біз осы күнге дейін сол кітаптарды аударған авторларды білмейміз. Кітаптар бар. Бар ма сол кітаптар? Иә, бар. Қазір өте біраз бөлігі отбасы хрестоматиясы баспасынан шықты. Алаш зиялыларының аударған кітаптар, балалар әдебиеті оның негізінде. Көбінің аты белгісіз. Не себептен? Тіпті атын жазуға қорыққан. Атын жазса атылып кетеді. Көбінің НКВД қара сиямен бояп өшіріп тастаған аттарын. Кейбірінікі сақталған. Кейбірі тек қана бір өзінің атын еңбектер қалды. Еңбектер қалды. Архивтарда әлі де толық аударып бітпеген. Архивтарда әлі толып тұр ол кітаптар. Алда жұмыс көп екен. Иә, соның барлығы әрине жарыққа шығу керек. Және де тілдері де бала тіліне арналған. Ананың бір шетел әдебиетін оқып отырсаң дағы ауылдың әжесі ертегі айтып отырған сияқты. Жаңағы Мюнхгаузеннің аузында қазақтың мақал мәтелдері жүр. Ана кетіп бара жатқан сиыр жаңағындай мөңірегенде мө деп мөңірейді, му емес деген сияқты. Барлығы қазақтың болмысына, қазақтың түсінігіне, бала түсінетіндей қылып сөйтіп жеткізіп, 1923 жылдан бастап 38-37 жылдарға дейін тоқтамай аударған. 38-де бәрі тоқтайды. Неге? Бәрі атып тастайды. Осындай жанкештілікпен 38 жылдарға келеді. 40 жылдардан бастап және де жаңа толқын Ілияс Омаровтар, Шаяхметовтер, Күләш Байсейітовалар, Нұртас Оңдасыновтар сахна бетіне жан шығады 40 жылдары. Бейсенбай мына жақта жүр. Сосын ар жақтан Бейсенбайлар келеді деген сияқты. Бұның бәрі Бейсенбайлардың өзі мысалға қандай тәрбие көрген. Сол 22-де Мағжандармен бірге болған ғой. Иә, Бейсенбай Кенжебаевтың ұстазы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің баласы Әмин Мұхаммед Көпеев, Ғани Мұратбаев мысалға. Ғани Мұратбаевтың өзі Москваға апарып Әлихандарға тапсырып кетеді Бейсенбайды. Сөйтіп, Әлихан сенің ұстазың Мағжан болады деп Мағжанға тапсырады. Осындай бір яғни осындай мықты тұлғаларымыз кезіндегі сіздің айтуыңыз бойынша білім концепциясы жасалған. Сондай білім алудың арқасында құндылықтар, даналықты игеріп сіңіру арқылы содан осындай мықты болды. Иә, дәлел ретінде жаңа мен оқыдым ғой. Ахмет Байтұрсыновтың әліппеге бастар сөзінде даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалық та дейді. Осы даналықты іздеген. Саят мырза, сізді таңға дейін отырып тыңдауға болады екен. Бүкіл тарихтан бастап әдебиеттен айтып жатсыз. Жалпы мен сізге қарап отырмын. Ана Ахметтерге қарағандай болып отырмын, шынын айтсам. Сіз қазіргі күннің қазақ мырзасыз да. Бұрында мына кімдерді қазақ мырзасы болды ғой, бір өзін. Мен қатты кетпей қойып. Жалпы солай деп ойлаймын. Мен тек қана ол кісілер туралы айтып отырмын ғой. Сол жалпы білімді адам, зиялы адам бірден көрінеді ғой. Ана қазақтар айтады, осы адамдар жұрттың баласы не жеп пысық болады дегендей. Сізде осы кім осы жалпы бір негіз бар ғой, бір білімге баулыды ғой, жалпы баулыды ма сізді? Сіздің ұстазыңыз деймін ба, бала күнінен осындай бір қалыптастырған кім, осы жолын көрсеткен кім? Бір артық мақтат демеңіз, жалпы өзім ойыма келгенімді айтып отырмын, ойымды айтып отырмын. Бірінші кезек мен өзі солтүстік Қазақстанның қазағымын. Мен сөйтіп оңтүстіктің қазағы ма, Семейдің қазағы деп отырмын, себебі қазақшаңыз жоқ. Мен солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы деген Карасевка деген ауылда дүниеге келгем. Қазір енді Қамсақты деп ауыстырдық енді. Бірақ өзім сол Карасевка деген кәдімгідей орысы, украины, немісі аралас, құралас мектеп, тек қана орысша, көп жылдар бойы тәуелсіздікке дейін тек орысша мектеп болды.
біз мектепті қазақ тілінде бітірген екінші буынбыз, екінші түлекпіз мектепте бітірген. Алдымызда бір сынып болды, мен екінші бітірдік. Біз оқыған жылдары, енді 90 жылдардың бастары қазақша оқулықта, кітапта жоқ бұл кездерде. Өте енді түсінікті дүние. Кітапхана әр үйде бар, бірақ барлығы орысша кітап, қазақша жоқ. Менің ата-анам мені орыс сыныбына береді. Енді қазақша оқытатын, былай айтқанда, мамандар да азшылық ол кезде әлі. Кітап та жоқ. Сонан соң ол 90-шы жылдың басында қазақ тілінің болашағы не болатыны әлі белгісіз, бұлыңғыр. Сөйтіп, әке-шешем мектептің жаңағындай басшылығының үгіттеуімен мені орыс сыныбына берген. Сөйтіп, орыс сыныбына бардым. Орыс мектебін бітірдіңіз ба сонда? Жоқ, мен орыс сыныбына бір күнге бардым. Қызық екен, әңгіме енді қызып жатыр екен. Бірақ мен өзім әжемнің тәрбиесінде болғам. Міне, осындай бір. Әжем былай айтқанда орысша білмейтін. Енді мен күндіз 24 сағат әжемнің қасындамын. Әке-шешеміз жұмыста. Біз тек сол кісінің тәрбиесін көрдік 11 жасқа дейін. Сөйтіп, мектеп жасқа келгенде енді әке-шешеміз мектептің директорының үгіттеуімен орыс сыныбына береді. Енді баламыз жаңағындай елден қалмасын. Бұрынғы түсінік бар, ойбай орысша білмесе ертең нан тауып жей алмайды деген сияқты, далада қалады деген. Содан орыс мектебіне, сыныбына алып барып кіргізіп жібереді. Бір ауыз сөйтсем, бір ауыз орысша білмейді екем. Сол кезде түсіндік қой орысша білмейтінді. Сөйтіп, үйге келіп, жылап, қайда апардыңдар мені? Дымда түсінгенім жоқ, не істеп отырмын ол жерде деп. Былай айтқанда, у-шу шығарып, әжем марқұм, ойбай баламды қайда апардыңдар? Қазақ сыныбына апарыңдар деп, келесі күні қазақ сыныбына апарды, екінші күні. Сөйтіп барсам, өзімен көшеде ойнап жүрген балалардың бәрі сол сыныпта отыр. Сосын барып, үйге барғаннан кейін жаңа анам айтады ғой, соны сен бірінші сөзін, бәсе енді ғана түсіндім ғой не айтып жатқанын деген. Сөйтіп, ең бірінші біз әжеміздің тәрбиесін көрдік. Сол кісімен тіліміз шықты, тіліміз қазақша шықты. Мен орысшаны Алматыға оқуға барғанда бірақ үйрендім. Оға дейін 11 сынып оқысақ та, бірақ жаңағындай қазақтың балалары ешкімнен кем емес деген бір намыс тұрды. Сөйтіп біз барынша қазақша оқуға тырыстық, барынша тілімізді қазақша жаттықтыруға тырыстық. Онымен қоса біздің мектептегі ұстаздарымыз да үлкен осы біздің қалыптасуымызға үлкен әсерін тигізді. Жаңа кітаптарды, жалпы шығарма жазу болсын, сөз саптауымыз болсын, соның барлығыны осы мектебіміз үлкен әсерін тигізді. Сөйтіп 2000 жылдардың басында 2002-де Алматыға бардық. Ол жерде де үлкен бір, Алматыда біз үшін үлкен бір қалыптасуымызға мектеп болды, үлкен ұстаздар. Жақсы ұстаздар, бірінші әжеңіздің тәрбиесі, содан кейінгі жақсы ұстаздарға тап болдым дейсіз ғой. Соның арқасында осы білімпаз болдыңыз. Мына әжеңізге қарыздар екенбіз, онда осындай кітаптар шығып жатса, сізді құтқарып қалған. Солай. Жалпы енді қазір көп үйлерді байқаймыз біздер, әке-шешесі, ата-анасы смартфонмен отырады, баласы сосын не істейді, ол да телефонда отырады. Ол да телефонын қарап отырады. Сіз үйде қалай тәрбиелейсіз балдарыңызды? Сіздің балдарыңызда кітап оқи ма? Үйде сондай бір мәдениет қалыптасқан ба сіздің үйде? Енді біз өз студент кезімізден бастап бір әдет жанұямызға, жолдасым екеуміз бір әдет қалыптастырғанбыз. Бұл әдет кітап жинау, кітапхана жасау өзімізге, студент кезімізден. Сөйтіп, үйімізде өзіміздің кітапханамыз бар. Үйімізде бар, сыймаған кітаптарым жұмысымда, кабинетімде тұр. Оны сыймаған кітаптарым ауылда, қорапта жатыр әлі. Себебі Алматыдан
2012-де Астанаға көшкен уақытта бір газельге болып көшкен екенбіз. Соны кейін еске алып жатырмыз ғой, сөйтсек тек қана кітаптар көшкен екен ғой бір газель. Сосын барып дүниеміз жоқ екен ғой сол кезде, тек қана қорап кітап тастап жерге барлығымыз кітап болып қорап кітап тастап жүрген екенбіз. Сондықтан кітап біздің қазір бір өміріміздің бір бөлшегі сияқты болып көрінеді. Енді бала шағамыз кітап оқиды, барынша оқып жатады. Қадағалайсыздар ма үйде? Қадағалаймыз, өздері де оқып жатады. Үлкеніміз енді қазір студент болғаннан кейін енді оған қадағалайтын емес, өзі оқып жатады. Ол да енді өзінше бір қарап оқып жатады. Енді кішкентайлар әлі ондай жасқа келген жоқ, бірақ енді ойыншықтары кітап ойнап отыратын. Бұрында балалардың да енді былай айтқанда тәрбие солай дейсіз. Әйтеуір кітаптарды шашады өздері ана жерде, өздері жинайды сол жерді. Кішкентайлардың өзі қазір түсінбесе де көтеріп жүреді, ол несі көтеріп жүргенін білмеймін, не елестетіп көтеріп жүргенін, бірақ көтеріп жүргендері кітап. Бірақ ойымыз ертең түбінде сол дүниелердің бәрі оларға әсер етеді деп есептейміз. Өз педагогикада солай. Кітап оқы деп айтпасаң да, өзің оқымасаң да, кітап баланың көз алдында тұру керек. Ар өтсе де кітапты көреді, бер өтсе де кітапты көреді. Ертең сол мәселе сол әсер етеді. Мысалы, біз өзіміздің балалық кезімізде солай еді. Әке-шешеміздің кітапханасы болатын, әкемнің өзінің кітапханасы болатын. Сол кітаптарды оқымасақ та, бірақ қарап, ұстап көру бізге қызық болатын. Сөйтіп бұл дүниелер қалыптасты. Ол да бір тәрбиенің... Ол да бір тәрбие. Сол үйдің ішінде өзі кітаптың тұрғаны балалар үшін тәрбие. Осы тәрбие бізге, халқымызға жетпей жатқан сияқты. Себебі біздер бір ең бірінші түсірілімімізде статистика көрсеткен SEO World деген бір неде Қазақстан халқы 2,77 кітап оқиды, 3 кітапқа да жетпейтін кітап оқиды екен жылына. Жалпы 65 сағат жояды дейді. Жалпы бізде осы тәрбие жоқ, кемшін, үйде кітап оқымайды. Жалпы оқырман халық қалыптаса ма бізде болады деп ойлайсыз ба? Не істеу керек? Мысалы, ұлтымыз осы білімді болу үшін, кішкене бір мәдениетін көтеріп, кітап оқу үшін. Бұл енді... Әлде тек мемлекетке қарап отыруымыз керек па? Бұл мәселемен бір 4 жылдан болды айналысып жатқанымызға. Осыдан 4,5 жыл бұрын ұлттық академиялық кітапханада Астана қаласында біз Алқа деген әдеби мәдени клуб аштық. Бұл Алқа деген, Мағжан Жұмабаев жаңа айтқандай Москвада оқып жүрген кезінде Алқа деген ұйым ашады. Қазақ жастарын біріктіріп, әдебиетке, мәдениетке баулитын, көркем әдебиет оқытатын сондай ұйым ашады. Сол кезде Алқа деп. Сөйтіп, жан-жаққа 29-шы жылы кімді Мағжан Жұмабаевты соттаған уақытында 10 жылға соттайды, 29-шы жылы. Соның бір бабы кімді Мағжан Жұмабаевты соттаған Алқа деген ұйым ашқан үшін. Ал Алқа ұйымы қазақ жастарын тек әдебиет, мәдениетке баулайтын, мемлекетке қарсы саяси бір ұйымды емес ол. Тек әдебиетке баулаймыз деп Алқа деген ұйым ашқан. Сол 29-дан бері жабылғаннан кейін оның бір былай айтқанда аты өше бастайды. Қазір өте жақсы. Қазір Алқа деген радио ашылды, Алқа деген баспа бар. Бірақ біз 4 жыл бұрын осы Алқа деген әдеби мәдени клуб аштық ұлттық кітапханада. Негізгі мақсат кітап оқу, мәдениетін қалыптастыру. Басында біздердің санымыз ашқан уақытта бір 10 шақтаған адам болдық. Қазір біздің қатарымызда 300-ден аса клубта. Бүгін жұмыс істеп тұр ол клуб? Ол жұмыс істеп тұр. Әр жаз уақытта тек қана каникулға шығамыз. Демалысқа, жазғы демалысқа, жан-жаққа кететін. Қыркүйек басталама, бұл клуб өзінің жұмысын бастайды. Астана қаласында? Астана қаласында. Алқа әдеби мәдени клубы ұлттық кітапхана, академиялық кітапхана жанынан құрылған. Сол жерде жұмыс жасап тұр. Әр сенбі сайын сағат
енді осы уақытқа дейін сағат 12-де болып келді. Сенбі сайын сағат 12-де, 1-де болады. Сағат 3-ке дейін 2 сағат сондай беріледі. Сағат 12-ден бастап жұмыс жасап келе жатыр. Осы уақытқа дейін енді біз де басында солай ойладық. Бұл кітап оқуға кімдер қызығады, кімдер келеді, кімдерге керек бұл зат. 10 адам жиналғанда қуандық. Ой, ең болмағанда 10 адам бар екен ғой кітап оқитын деп. Сөйтсек жоқ. Насихаттаудың, кітап оқудың қызықты дүние екенін, кітаптың түбінде үлкен мәселе бар екен көрсетіп, былай айтқанда дұрыс кітаптарды талдай біліп, соны насихаттаудың нәтижесінде қазірдің өзінде біз 300-ден аса оқырман тек Астана қаласында бар болса, осы клубпен былай айтқанда біздің де қалаға осындай клубтар керек деп, көптеген қалаларда да осындай клубтар ашылып, биыл біз осындай кітап оқитын клубтардың форумын өткіздік Астана қаласында. Жазды көктем уақытында өткіздік, 12 облыстан келді. Яғни 12 облыста осындай кітап оқырмандар жеткілікті. Ал осыдан 4 жыл бұрын біз тек Астана қаласында 10 адаммен бастаған едік. Яғни басын біріктіріп, дәріптесе, дұрыс саясат, дұрыс жүйе құрса. Мысалы, президентіміз тек қана биыл кәдімгідей жарлыққа қаулы шығарды, кітап оқитын ұлт қалыптастырайық, зейінді ұлт қалыптастырайық деп. Ол не деген сөз? Ол шындығында да бізде проблема бар екендігін көрсетіп тұр. Енді проблема жоқ болса, онда ондай жарлық шықпайтын шығар. Яғни ендігі мәселе тек президенттің жарлығы ұран күйінде қалып қоймау керек. Көз бояушылық ретінде қалып қоймау керек. Бұл кәдімгідей жаппай халықтың арасында осындай кітап оқу мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Оған мысалға енді менің ойымша бір 4 жылда 300-ден аса оқырмандық басын біріктіріп, көптеген кітаптарды, әлем классикаларын, қазақ классикасын кәдімгідей 2 сағат бойы бір оқулықты, бір кітапты талдап, оны түсінуге тырысу, мысалға үлкен дүние деп есептеймін өз басым. Қаншама ұмытыла бастаған кітаптарды қайтадан жаңғырттық халықтың ойында. Түрлі сол кітаптардың негізінде алқа клубының мүшелері қазақтың киелі жерлерін аралап шықты. Кітаптың желісі бойынша әсерімен. Сондықтан осындай дүниелер көп жерде ашылса, көп жерде қолдау тапса, бұл дүние қайтадан қалыпқа келеді деп ойлаймын. Жалпы не керек кітап оқып? Не береді кітап оқыған? Неге оқимыз? Неге оқы деп жатырық? Жалпы 21 ғасыр жасанды интеллект дамып жатқан уақыт. Бірақ сонымен қатар жасанды интеллектімен біз жасанды ақымақтыққа да ұшырап жатырған уақыт қазіргі. Біз өзіміз қолдан ұрпағымызды, өзімізді айналып келген уақытта ақымақтық бір ауруға душар итермелеп жатырмыз. Ал соның бәрін сүйреп шығаратын осы кітап. Осы ақымақтықтан, осы санасыздықтан сүйреп, жаңағы айырылған біздің даналық бар ма? Сол даналыққа әкелетін көпір тек қана осы дүниелер. Басқасын әзір көріп тұрған жоқпыз. Сәке, біздің келесі қонағымызға сыйлайтын кітабыңыз бар ма? Алып келдіңіз бір кітап. Мен енді келесі қонақ кім болатынын білмеймін. Біз де білмейміз. Бірақ мына жаңадан шыққан, әлі тіпті сатылымға да шығуға үлгермеген, ішінде жаңа кішкентай балаға ғана арналған деп қарамайтын, қызық дүниелер де кездесетін осы әлпешімді сол келесі оқырманға сыйлайын. Рахмет.
Саят мырза, сұхбатыңызға рахмет. Жалпы көптеген тарихи, өз басым тарихи тізбектерге куә болғандай болдым. Өзім түсінбей жүрген бір жайттарға қанықтым. Соңыңызға рахмет, аман жүріңіз. Ал қадірлі көрермендер, Ғабит Мүсірепов айтты дейді, бір сөз бар. Қазақтың оқуда кеткен ақысы көп деп, есебі көп деп. Мына өзің үшін оқы, әкең үшін оқы, атаң үшін оқы дейді. Сондықтан бәріміз кітап оқиық, ақымызды, есемізді жібермейік, ақымызды алайық, оқырман ұлт қалыптастырайық. Көріскенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар.